туған жұлдызсың, құлпырған сен құндызсың. Қатар туған елігім келені бұл сен біздің. Құда болып қайтайық жинауылдың маңайын, көкпар тартып жан батып, ауылыңда аунап жатып бір марқайып қалайық. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрыннан құдамыз, ілгерден біргеміз, ажырамай іргеміз. Ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Ай қой, құда болып, құда болып, құда болып жүрейік. Ай қой, құда болып, құда болып, құда болып жүрейік. Шыдап жүрміз біз қалай жүрегіміз сызданай, бар ағайын жиналып той жасайық ұзамай. Құда болып қайтайық жинауылдың маңайын, көкпар тартып жан батып, ауылыңда аунап жатып бір марқайып қалайық. Бәрін жақсы ұғамыз, біз бұрыннан құдамыз, ілгеріде біргеміз, ажырамай іргеміз. Ойнайық та күлейік, құда болып жүрейік. Ай қой, құда болып, құда болып, құда болып жүрейік. Құрметті ағайындар, құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Басып келген қадамдарыңыз құтты болсын. Құда-құдағиларымыздың аяқ алыс жаман емес сияқты тфай-тфай. Мінекей қараған бүкіл халық қабағына қош келдің, жаңа қадам басып жаңағыда кәнеге төрге қарай өрлеңіздер, жастарына Алла берсін талабына деп, құрметті құда-құдағилар, қош келдіңіздер кәнеге. Дастархан басына жайғасыңыздар. Бүгін басып келген қадамдарыңыз құтты болсын. Тұғырларыңыз мәңгілік болсын, құдалығымыз мың жылдық, күйлігіміз жылдық болсын. Алла тағала бүгінгі мінекей қуанышымызды ұзағынан сүйіндірсін. Мінекей бұл тойға жеткенде бір, жетпегенде, Алла береді жақсылыққа беттегенде, Құдайға шүкір, арылары таза, тірлігі тәуба болған, мына бүгінгі қос қолымыздың жолы болсын жақсылыққа беттегенде деп, кәнекей бүгінгі Кенжебай мен Бағила қызымызға жақсылап бір қол соғып қошеметтеп қояйық. Олай болмаса, мінекей қызығын талай елдің көріп келем, жиылған ағайын, бүгінгі тойға көріп бердің. Ассалаумағалейкум, армысыңдар, бармысыңдар, қар ормандай көріп делім. Қадырын, қарылыңны қашырмаған, ақыны басынан сөз асырмаған, батыр дұшпанынан басырмаған, армысыңдар табындардың ұрпақтары, қуанышын жүзден жасырмаған, күтемін деп бүгін тойдың қонақтарын ектін әлі күнге басылмаған. Бісміллә деп бұл тойға кірістілің, шашам деп сөзден алтын күміс бүгін, алдарында басын дейіп сәлем берем, мына той баршамызға ырыс бүгін. Мінекей Кенжебай мен Бағила бас қосқан соң табылды ғой мағанда жұмыс бүгін. Ендеше өлең сөзбен дәріптейсің, сүтті үйіп отырған тыныштығың, мына балақайдан өзі келдеген деп елшін қаптап кетті сығыс бүгін. Бүгін тойда тоқтамай сөз сөйлеген, сумаңдасын қында жатқан қылыш тілім деп, құрметті ағайын, мағанда бір қол соқ қойсаңыздар болады керек.
Ал енді қазаннан құты малынан үсті кетпеген, атасы абызға, анасы аңызға айналған, атасы атқа шапса ол тайға шапқан, тамыры терең тарихы кенен болған, бүгін мінекей Жарқынбайлар әулетінде болып жатқан тойымыз той қаласын. Мына қазақта айтады, құлын биесімен, бота түйесімен, әулет киесімен, ас иесімен десе, бүгін мінекей бүткіл игі жақсылардың барлығын бір шаңырақтың астына, бір дастарханның басына бас қостырып жатқан мынау қалаудың, құрбымыздың тойы той қаласында ағайындар. Елеген шапалақ мынау. Ал енді үлкенді сыйласаң сөзіне құлақ тұр деп қазақ атам бекерге айтпаған, осы тойымыздың төріндегі ақсақалдарымыздан, ақжаулықты аналарымыздың бәтуәлі сөзін тыңдап, хан баласындай нық сөйлеп, би баласындай тік сөйлеп, бүгін Кенжебайдың өміріне азық, бағила келіндеріміздің тіршілігіне қазық болатындай құлынды бие, боталы тебермесек те сүбелі сөзіміз сүйіп тыңдататындай аға апаларымыз бар. Енді ортаға мен Аман ағамыз шақырып, кәдімгі бір ақ батасын алып, дастарханда аштырып алсам деймін. Аман аға қайықтасыз. Мінекей ырғалып, өлең сөздің жорғасындай, сем-сетің серпілетін алмасындай, армандай тектағамыз келе жатыр, кешегі көңілдердің жалғасындай, шежіре шетіп кетсе таң қаласың, тарихтың тасқа басқан таңбасындай деп, алайын ағамның қолынан, талабың болсын оңынан, батаны абекеп бере бер, оңынан дегене солынан. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, қош келдіңіздер. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Бүгінгі Жарқынбаевтар әулетіндегі қуанышқа келіп отырсыздар. Тойыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын, құда жылдық, құдалымыз мың жылдық, күйеу жылдық дегендей әрдайым мың жылдық құда болып жүре берейік. Енді мына тойымыз ашық деп жарайын. Алдыңызда астан жеп неғып отыра беріңіздер. Сол аумин. Батпандап басыңыздан арылмасын, сөнбесі сезім оты жалындасын, амандай ағамыз берген ақ батаны әумин деп періштелер қабылдасын. Ал құрметті ағайындар, бәрі сөз құтты болсын. Ал енді бүгін мінекей болмасын деймін, нәубеті, бала деген адамның бауыр еті, тойларыңыз тойға ұласын, Жарқынбаевтар әулеті! Ал енді бүгін міне әулетімізге қош келдіңіздер, құрметті ағайындар. Мына қонақ отырған жерде құтқалап дейді, ата ойнаған жерде құтқалап дейді. Бүгін мінекей құдаларымыздың, бүткіл құдағиларымыздың, ауылдастарымыздың, ағайын туыстарымыздың отқан жер осы жерде шаңыраққа құт береке алып келсін deyip. Ал енді әулетіміздің үлкендері, мына Аман ағамыз бастаған әулеттің үлкендері, тәтесі Гүлзада, Тұрсынкүл, Орынша, Төнебай дейді, Жаңабай, Қалман, Света, Гүлдір, Қасым, Бану атты құрметті ағайындар, осы әулетіміздің үлкендерін ортаға шақырамыз. Ақ тілектеріңізді, ыстық лебіздеріңізді жүрек жарды құрметті ағайындар білдірдіңіз деп, кәдімгі ортаға әулетіміздің үлкендері. Сафалындай таза көр жарқыраған, атты біріндей атақтары арқыраған, алдымызға мінеге аға, апа, әжелеріміз келе жатыр. Алда 60-70-80-ді алқымдаған деп, алдыңа қойсаң айбатың, бетке ұстар беделің болар. Мына таяқ ұстаған апамыздың аты кім болды? Үрзада, Гүлзада, бәрекелді Гүлзада анамыздан бастайық. Міне құрметті ағайындар, мына жұмақтың кілті ананың табанында, сондықтан да мұң түсірме жанарына. Алланың ризашылығын ала алмайсың, ананың кірбің тұрса жанарында деген. Осындай мінекей жүрегі елжіреген, шаулығы желбіреген Гүлзададай аналарымыз әрқашан аман болсын, бейбітшілік заман болсын. Апау! Бұл ақ тілегім саған болсын, маған болсын, кемінде улап шылып жатқан үйіңде 10-15 балаң болсын. Осындай ағайын туыстың тілегін тілеп жүрген Гүлзададай біздің анамыз 100-ге дейін ағайындар аман болсын кәнеге. Бермен чүт-чүт жақындап тұрыңыздар, мен қалың кәді, шиқылдап берек микрофон. Қадамдарына нұр жаусын, мына келіп атқан анеміздің бәріне баламыздың нелері ғой, тойлары. Екі баламыз бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болсын, көтеріп атқан шаңырақтары биік болсын, керегелері кең болсын, босағасы бек болсын, ішінде балапандар ойнап жүре берсін. Құдағай, сізде жарық беріп, осы немере шөбереңізді көріп, осы қызығына тоймай жүре беріңіздер. Мына Құдағай, бәріне осындай жұғысты болсын, қыз беріп,
қатынасып ойнап күліп жүре берейік. Не дейін басқа? Тойыңыз тоғыласын, ұмытып қалғаным ғой мен, ерте өліп айналайын, екі балам бақытты болсын. Ал мінекей, анамыз енді тұрсын. Аман есен жүрсін, жүзін маған қалай бұрсын, бүгін тойда ойнап күлсін, тұрсындай анамызға ағайда бір жақсылап шапалақ ұрсын кәнекей. Бүгінгі болатқанына екі баламыздың басты болсын. Себепке той ғой, тойларыңыз құтты болсын қалар. Екі жаққа екі баламыз сыйлы болсын. Осы тойларын той қаласып, үйлеріңізде келген той болсын. Дендеріңіз сау болсын, тойда келсек. Бәрекелді, ал Аман аға. Міне ортаға шықтыңыз, мархабат, үлкендерден шапағат. Ұл-қыздарың көп болып, іздеріңізде жүзін папалап. Осындай міне Амандай ағамызға ағайын ұрса екен бір жақсы шапалақ деген екен. Мінеке, құрметті құдалар, мінеке, тойымыз той қыласа берсін. Бүгінгі қуанышымыз мына екі баламыздың шаңырақ көтерген той ғой. Шаңырақтары биік, келегелер кең болсын. Өмірде бәр қуанышты жақсылықты тілеймін осы балаларға. Балдар өмір жасы ұзақ, дендері сау болып, әрдайым ойнап күліп жүре берсін, жүздерінен күлі кетпесін. Той қаласын. Ал Төлебай көке, той құтты болсын, сізге де жұмыс болсын. Сізде қыз ұзатыңыз, келін жұмсаңыз, Алла қаласа осы жақсылықтың бәрі сізге де жұмыс болсын деймін. Айтайын, Төлебайға ақ тілек, басыңызға ағау сіздің бақ тілеп, Төлебайдай ағамыз көп емес, мұрты мен шашы патсветті келгенде. Құрметті қалай, бүгінгі жинап отқан себептеріміз барлықтарыңызға белгілі. Екі жас бақытты болсын. Құдамын жылды, күйеуші жылдық дейді ғой. Әрқашан өсіп жасылықта тойда кездесіп жүре берейік. Басқа дейін, жастар бақытты болсын. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын айтуым. Әрқашан тойлап жүре берейік құдалдағайлар. Баршаларыңызға рахмет. Ал жаңа баяға. Міне сіздерде халқы жөпі бар, әсем келбет тұрқы бар, Жаңабайдай ағама сөз берем, қиғашап әдемі мұрты бар. Жымиғанда күлкіңіз, жарасат аға сізге мұртыңыз, жараспаса егер күлгенде қырып тастап құртыңыз деп. Құрметті құда-құдағилар, келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Қандасыңыз Бағила мен Бейболамыздың тойына бақытты болсын екі жас, көтерген шаңырақтары биік болсын, босағалары бек болсын. Осындай әрқашан тойда кездесіп, тойлап жүре берейік. Ал, енді құрметті ағайындар, мына Қасым бауырымызға берейік. Мына елдің сәні дейді шақар, сөздің мәні мақал, беттің сәні сақал, адамның сәні тапал, тойдың сәні бакал, байлықтың сәні дейді Қасым? Тоқал дейді. Мына бакалдарыңызға қиылсын, артайыңме тиылсын, бүгін мінеке қалаудай құрбымыздың достары болатынымызға сүйінсін, дұшпандары болатынымызға күйінсін, осы шаңыраққа тек қана жанашыр ағайындар ғана жиылсын. Бүгінгі тойдағы ішіп жегендердің барлығы ағайын, жақсылыққа бұйырсын кәнекей. Ассалаумағалейкум, құрметті құдалар, келіп жатқан қадамдарыңызға кетсін. Құда күйеуші жылды, құда мың жылдық болсын. Әрқайшанда осындай дастархандарыңызда күлкі, ойын күлкі кетпесін. Бәрге бар ма тағы? Кім? Полат дейді. Кім? Құрметті құдалар, құдағылар, қадамдарыңызға гүл бітсін, нағимыз бақытты болсын, қадамдарың баянды болсын. Жаңа көтерген шаңырақтардың орталары биік, керемесі кең болсын. Осы екі жасқа бақытты, баянды болсын. Әрқашан тойларыңыз той болсын. Құрметті қонақтар, құдалар, келген қадамдарыма құтты болсын.
2 жас бақытты болсын, дені сау болсын. Осы 2 жас бақытты болса, біздер де бақыттымыз ғой. Осы тойын тойға болса берсін. Құтты болсын. Қайырлы күн, қуанышымызға жиналған халық, ағайын туыс, бауырлар, құдағайлар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Құда 1000 жылдық, 200 жылдық дейді ғой, арамызда сыйластық болып жүре берсін. Тек қуанышты күндерде той-томалақтарға жинала беріңіздер. Қадамдарыңызға нұр жаусын. Және мына айтарым бауырым Бағила, күйеу балам Кенжебай. Бақытты болыңдар, шаңырақтарың биік болсын, керегелерің кең болсын, босағаларың берік болсын, аңсаған армандарыңа жетіңдер. Алла жазса келесі жылы сүндет той деп, тойдың басы осы болсын. Алла жазса тойдан тойға жете берейік. Барлықтарыңызға да жұмысты болсын, тек тойда жолға берейік осылай. Бәрекелді, рахмет сіздерге. Табындар, жүрегінде жалын бар, тек жақсылықты табындар, айналайын табындар деп, мінеке құрметті ағайындар, көрген жанды бауырына басатын, жан жағына шуақ нұрын шашатын, кіші сіздің ұрпағы, табындарын мәңгі-мәңгі жасасын деп қойыңдар. Рахмет сіздерге. Ал енді мына жерде билейміз бе? Билеп қойған ыңғайсыз болар ма? Жүрегі аттың тоғы жақсы дейді, шәл әлденіп алыңыздар. Бүгінгі отбасыларыңызда болып жатқан той қаласын ағайындар. Сосын қазір осыдан кейін баршамыз билейміз. Рахмет сіздерге. Бәрекелді, рахмет сіздерге, құрметті ағайындар. Ал әр қазақтың отбасында құрметті ағайындар бақыттың бесігі тербелсін деймін.
айналайыны Кенжебек, мінекей ата салған ол жыл бүгін міне бастадың. Осы жолды бағила екеуіңіз жыл бірге басыңдар, ашылмаған бұлақ көзін ашыңдар. Сендер бүгін тамшысындай теңіздің өніп өсіп дариядай тасыңдар. Бақтарында бұл құстар сайрасын, өмірлерің қызылгүлдей жайнасын. Қыдыр келіп осы тойдың үстіне, ау ағайындар, қазандарың оттан түспей қайнасын керекей. Тамындар бүгінгі тойларыңыз құтты болсын керек. Ал енді олай болмаса үлкен ас дайын болған екен. Дайын. Осы әулетіміздің үлкендеріне тілек бердік. Енді құрметті ағайындар, мынау түп нағашың түбірің, өз нағашың тұғырың, білсе екен бұл халық осы сөздің ұғымы деген. Олай болмаса асыл нағашылар, бүгінгі мінекей қалау құрбымыздың, көршіміздің, ауылдасымыздың неге төркіні Бақытқали аға, Асарбай, Света, Дәулет берген дейді. Темірбай, Өмірбай, Венера, Қалдыбек, Айнұр, Назира, Қанат, Гаухар, және нағашы апасы Өзбекстаннан келген дейді. Айгүл, апасы Ақмарал Астанадан келген. Кәдеге осындай асыл нағашыларды құрметпен, қошеметпен, құрметті ағайындар, асабаның төріне шақырам. Нағашылар қауымы, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Мынау кім баласы? Келіндер, балдар жылап жатыр. Бала аңырап өседі, қозым аңырап өседі деп қазақ бекерге айтпаған ғой. Ал, бәке, Алла Тағала бүгін қуанышыңызды ұзағынан сүйіндірсін. Мынау екі жастың жиеніңіздің қадамы құтты болсын, барған жерін тастай батып судай сынсын. Міне шиырып атқан асықтың алғысындай, таудан аққан бұлақтың тамшысындай, Бақытқалидай текті ағамыз алдында тұр Абылайдың құрғырым қамшысындай. Із бар мекен бұл ағамның ізіне тең, сөз бар мекен бұл ағамның сөзіне тең, дара туған дара болсын арағасын, жан бар мекен бұл Бақытқалидың өзіне тең деп кәдеге ағатай бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Сәл мына ортаға жақындап тұрыңыздар, қалауың шиқылдап кетеді кәдеге микрофон. Рахмет, керемет мақтадыңыз. Ал құрметті қалайық, мынау бүгін алыста келіп отқан құдалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Мына екі жас бақытты болсын. Осы екі жастың тойығы тойлап атқанымыз. Қалау қарындасым, мынау беріп жатқан тойың, күтіп жатқан құдалығың бәрі құтты болсын. Тағдыр мынау бір сүрді, бір құлау деп жатады. Сол айтқандай сүрінден құламадың, балдарды жетектеп беріп жетілдірдің. Әбілқасым енді дүниеден озып кетті дегенмен Әбілқасым жоқтатпай балдар жетілдіріп келесін. Рахмет саған, Құдай қуат берсін. Гүлзат апам қайда? Тойыңыз құтты болсын, Гүлзат апа. Негізі нағашылар деп жатыр. Әбілқасым нағашысы осы жоқтарлар болады. Сол нағашылардың атынан біздің тілегіміз тек осы балдар жақсы күндерде, жақсы жерлерде, жақсы жұмыстарда жұмыс істеп, биіктерден көріне берсін. Жаңағы Өмірзақ Қожамұратов ақын ағамыздың айтқандай, өмірге менің өкпем жоқ, ешкімге есем кеткен жоқ, жеткізбей жүрсе біреулер маған жеткен жоқ деп. Сол айтқандай қалау. Біреулерге біз жете алмай жүрсек, біреулер саған жете алмай жатыр. Тойың құтты болсын, керемет. Бәрекелді, рахмет ағатай. Құрметті ағайын, сәл осы біз шулап кеткен жоқсыз ба? Төке, Төке. Бір өзіңіздің дауысың жарқын шығып жатыр. Мына сөзіңді айт дейді, құлақпен тыңдап ұққанға айтпай не керек? Құлаққа мақтап тыққанға дейді. Құрметті ағайындар, далаға сөйлеп жатқанымыз жоқ біздер. Мына сөз тыңдай білдің өзі, бұның өзі тектілікке жатады екен. Бір сөз айтсаң жақсыға, аталы сөзге тоқтайды, бір сөз айтсаң жаманға, өмірінде ұқпайды. Ондайлардан Төке ешқашанда нағыз тек шықпайды деген. Сәл тыңдайық. Ал енді Темірбай бауырым, бүгінгі тойыңыз құтты болсын. Алла осындай қуанышты жолуға нәсіп етсін. Мынау екі баланың бағын ашсын. Әбілқасым бауырым құрдасымның мынау көре алмай кеткен қызығын артындағына қалау құрбымызға берсін. Адам деген білсеңіз, өмірдің жеңіл қаңбағы, мезгілді күні жеткенде басатын ауыр салмағы деген. Баршамызда баратын жеріміз сол жер. Адамның басы, пенденің басы, Алланың добы деген. Бақида барлық бабамыз, біздер де сонда барамыз. Қаражы суық жер қойнына алғанша суымасын ағайындар арамыз кәдеге. Құрметті қалайық, ассалаумағалейкум, құда-құдағайлар, жақын жуық ағайын туыстар. Бәрімізге белгілі, бүгінгі жиналып отырған себебіміз, балдарымыз
жақсы тойлары әрдайым құтты болсын, бақытты болыңдар. Бәріңізде үйлеріңізде осындай жақсы ниет тойлар болсын. Осындай қуанышта бірлесіп жүре берейік. Бақытты болыңыздар. Аумин айтқаным келіп қар басыңызға көргізді деп қойып. Тағы кім бар қыздар? Енді баршамыз сөйлеу міндет емес. Арамыздан төртеуміз, үшеуміз шықсақ, қыздардан бір-екеу бар ма? Келіңіздер. Құрметті қонақтар, бүгінгі жиналып қалған себептер өздеріңізге белгілі. Мына жиенім Бағила менен күйеу балам Кенжебайдың бас қосқаны. Міне құдалар қадамдарыңызға нұр бітсін. Қош келдіңіздер. Әрдайым екі жақтың ауызбіршілігі мол болсын, қарым-қатынас үзілмесін екі ортада. Міне қалау, мына жақсы ниеттің құтты болсын, Гүлзада апа. Жақсы ниеттеріңіз құтты болсын, Аман аға, барлықтарыңызда. Барлықтарыңызда үйлеріңізде той болсын, әрдайым жүздеріңізден күлкі кетпей, тек қуанышты күндеріңіз көп болсын. Сіздерге өмірдегі бар жақсылықты тілеймін. Бақытты болыңдар. Құрметті қонақтар, міне бүгін жиналып отырған себебіміз Бағилашпен күйеу балам Кенжебектің бас қосу кеші. Екі жас бақытты болсын, көтерген шаңырақтары биік, керегелері кең, босағалары биік болсын. Құдалар сіздерге күнгі шыққандарыңыз құтты болсын. Қадамдарыңызға Алла жаусын. Балдарға бақытты. Құрметті тойшыл қауым, қадамдарыңызға бүк бітсін. Құдай-құдағайларына төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын. Жиенім Бағила, Кенжебек бақытты болыңдар. Аққұл, тойың құтты болсын, тойың тойға ұласа берсін, жастар бақытты болсын. Екі жақтың ауызбіршілігі мықты болсын. Осы тойға жиналған кісілердің барлықтарының үйде той болып, әрдайым тойға осындай жиналып отыра беріңіздер. Асып жатсыз ғой сіз. Иә, елімде құрметті ағайындар, онда енді болады енді, иә. Мына жерде құрметті ағайындар, шөмекейлер, тойларыңыз құтты болсын. Негізі шөмекей менің құдам болады, төрт апам шөмекейге көріп отырмын, өзім кіші жүз болғаннан кейін. Иә, міне алып жатқан көптің батасын, еңсесін қалай басасын, кіші жүздің ұрпағы шөмекейлерім мәңгі-мәңгі жасасын деп қойған екен. Құрметті қонақтар, құдалар, қадамдарыңызға нұр бітсін, ауыл қамнасын, той беріп жатқан құтты болсын, екі жас бақытты болсын, екі жас бақытты. Бәрекелді. Мінеке аспандағы ай ортақ, күн ортақ, бүгін болып жатқан мінеке той ортақ. Нағашылар, сіздерге рахмет. Осындай ат салысып, мінеке етене ет жақын араласып жүрген, бүгін мінеке қалаудың қолтығынан су бүркіп, дем беріп, қолдап, қолпаштап жүрген осындай асыл нағашыларға Алла тағала риза болсын деймін мінеке. Тойларыңыз той болсын. Я, с первый билет, потом концерт деген, на қолына тапсырып, не ұстап тұрған беріп кетіңдер, бір жамтып кетесіңдер қазір. Я билеп жүріп. Бана қалау хат тапсырып атады, ма ұмытып кетпейсің, аға соны айтып қойыңызшы маған. Біресе ойнап айтамын. Иә. Ал кәнекей асыл нағашыларды ортаға биге шақырайық, біріншіден суретке түсіп алыңыздар.
жерден дейді, қыз алсаң, қыз алған жақ қонады, жақсы жерге қыз берсең, қыз берген жақ қонады демекші. Біздің сары сүйек бұрынғы құдағиларымыз бар. Үйлі басқан ноқта қосады дейді, дос пен досы пайғамбар қосады, құда мен құданы құдай қосады деп, біздің құдай қосқан 1000 жылдық құдаларымыз Ақжарқын құда, Ұшыға, Данабек пен Дәмен, Тамара атты және құдағилар аттарыңыз аталмай қалса, орда келіңіздер. Ал апалар қош келдіңіздер, құдағилар. Аллаға мыңда сансыз мадақтар болсын. Сіздердің арқаларыңызда, сіздердің ұл қыздарыңыздың арқаларында өсіп жатырмыз, өніп жатырмыз, ұрпағымызды өрбітіп жатырмыз. Бірақ не болып кетті? Құрметті ағайын, сәл сабыр сақтай. Қалау қаяқтасың? Қалау. Ал, енді олай болмаса, міне құрметті ағайындар, қалауға да енді айтудың қажетті жоқ шығар. Өйткені бір басы 1000 болып жүр ғой қазір. Ал енді олай болмаса, Ақжарқын құдағи қайсысыңыз? Тойыңыз той қаласын, апау. Сіздердей ақжаулықты аналарымыз аман болсын. Айтады ғой, әкеден артық дейді, бірің жоқ, анадан артық нұрың жоқ, ата-ананың батасын алмасаң, бұл өмірде сенің бір тиын да құның жоқ деген. Алла тағала сіздерге риза болсын, ұзақ ғұмыр берсін. Сізде осындай келін түсіріп қыз ұзатыңыз. Ешқашан тарылмасын тынысыңыз, қарыштап ырши берсін ырысыңыз. Қыз ұзатып, келін жұмсап, жүзге келіп берсе Ақжарқын апау, шөбереңіздің қолынан су ішіңіз кәнеки. Құрметті қалайық, қалау құдашамның үлкен тойы болады. Қалау тойың құтты болсын. Тойларың той қаласа берсін. Неке құдалар, адамдарың құтты болсын. Екі жақсының ауыз күшілігін берсін. Сіздерің айырылмасын. Неке пахон айналайын, бақытты бол. Шаңырақтарың биік, босағаларың берік бол, әрқашан сіздерің айырылмасын және. Бәрекелді. Бермен, чуть-чуть жақындап тұрыңыздар, апалар. Ай бәрекелді, екі жас бақытты болсын, құрметті ағайындар. Неге? Ілегіне көштің лескей, бұлқына соққан жүректей, бұл өмірден өтіңдер, төлегенмен жібектей деп, екі жастың махаббаты мәңгілік болсын, құрметті ағайындар. Ал Ұшыға құдағи, мінеке 40-тың бірі Қыдыр, 1000-ның бірі Уәли, тілек айтсын ортада, мынау жымиып тұрған Ұшыға атты құдағи кәне. Екі жас бақытты болсын, өмірлі, шөбірлі болсын. Сөзім не деймін бе? Құдағашам, екі тойың той қыласа берсін, әрдайым ойнап күліп жүре берейік. Екі жастың балақты несі болсын. Бізде ертіп, немерелеріңді ертіп жүре берік, құдағашам, не деймін басқа? Әбілқасым көралмаған қазығын сен көріп жүре берік. Бәрекелді. Мынау той дегенде қуа шымылайды деп, құрметті ағайындар. Әбілқасым бауырымызда бір аунап түсіп жатқан шығар. Әрдайым сіздерге мінекей Алла тағала жар болсын. Әбілқасым жатқан жерін жайлы қылсын деп, құрметті ағайындар. Мынау бүгін бар, ертең жоқ болар, уақыт бәрін ноқталар. Бесіктен шыққан жолаушың бейтке барып тоқталар дейді. Баршамызына баратын жеріміз сол. Мінекей туыстың ісін сынарсың, досыңның көңілін жығарсың, қадырын білмей жүргенде қабырын қазып жыларсың деп бекерге айтпаған. Сол себепті міне құрметті құдағилар, тек қана тіршілікте 5 күндік жалған өмірде сыйласайық. Алла тағала сыйласқанға ештеңе жетпейді. Сол себептен әрқашан ауыз бішік ынтымақ берекемізден Алла біздер мен сіздерді айырмасын кәнекей. Қалау, бүгінгі тойың құтты болсын, құдағайларында қадамы құтты бола берсін. Екі жақтың ауызбіршілігін берсін, балдарың бақытты болсын, дендері сау болсын, аңсаған армандарына жете берсін, керегелері кем болсын, терезелері тең болсын, бақыт тілеймін екі жасқа. Рахмет, Афатайым, сізге де жұғысты болсын. Ал, олай болғанда құрметті ағайын, үлкен ас дайын болған екен, асты күттіріп қойуымызға болмайды. Мына емес бұл құр жиналыс ет жегендік, ойласаң ата салтын ескергендік. Бүгін мінекей екі жас бас қоспағанда ағайын бір-бірімізді ұмытып кетер ме едік деп, ағайынның мінекей басын қостырып жатқан екі жастың тойы құтты болсын деп, осы тойға арнайы асылған қазағымыздың үлкен асын алдарыңызға алып шығуға рұқсат етіңіздер. Тойларыңыз той қаласын айтып
енді құрметті құдаlarымыздан төрдегі жаңа құдаlarымыздан Ақбота Сойын құрметті ағайындар. Ал құрметті құдалар, алдарыңызға ас келіп, аспен бергенде бас келіп, енді осы бастың батасын беріп жіберсеңіздер. Ya Ibrahim Omrasın evine konmasın, bak parasını da baksın, etkilen, olsun, yaşlar baksın, olsun, kaybettik olsun, getirdik olsun, o işlerin kabul olsun, koylar koylar. Aytmanız gelsin buradaki. Al, aslarınız sizin olsun, dərtli olsun. Allah'ın aslan жақсылап алып жүргеніңізді құрметті ағайындар. Көп рахмет. Құрметті біздің құда-құдағиларымызға төрде отырған сіздерге арналады. Не жақсы құда құрдасындай, жақсы құдағи сырласындай осы деп қазақ атамыз бекерге айтпаған. Әрқашан құдалығымыз құтты болсын, құрметті ағайындар. Ал енді бүгін мінекей біздің осы шаңыраққа күйеу кенжебектей күйеу баламыздың, яғни айтқанда өзі жерде жаңа құдалар, сіздерді ортаға шақырып бір ақ тілектерді тыңдасақ деген ниеттеміз. Ал енді бүгін әулетімізге қош келдіңіздер, басып келген қадамдарыңыз құтты болсын деп, кәнекей жаңа құдаларымызды тойымыздың төріне шақырып танысып білісіп алсақ деймін, құрметті ағайындар. Бұлай болса жаңа құдаларымызды бүгінгі тойымыздың төріне шақырып ақ тілегін тыңдайық. Орда келіңіздер, көңілдеріңіздер, құрбы құрдастар, дос жарандар, кәнекей құда-құдағиларымызға жақсылап бір қол соғып қошеметтеп ортаға шақырайық кәнекей. All
құрметті құдалар, қош келдіңіздер мінекей. Қазір мінекей танысып білісіп жатармыз. Үйшен үйтіксең одан да жылы болады дейді құрметті ағайындар. Міне кіші жүз бен кіші жүз құда болып жатыр екен. Алла бүгін қуанышымыз заңынан сүйіндірсін. Адайлар той құтты болсын. Мінекей батыр, текті қазағымыздың ұрпақтары, адайларым бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Міне салт дәстүр біз бәрке сақтаған, ағайынның сенімін ақтаған, адайларға кейде менде таң қалам. Bir нәрсе айтсаң, не затымен мақтанған деп, кәдеге адайларға бір қол соқпай ағайын. Ал, әулетке түсіп жатқан келіндеріңіз құтты болсын. Көке, атыңыз кім болды сіз? Ассалаумағалейкум. Бақытжан? Бақижан аға. Енді мінекей бір әулетті алдыңызға салып келіп тұрсыз. Құда деген атыңыз бар. Сіздің мәртебеңізде тұрғыңыз әрқашан мәңгілік болсын, биік болсын деймін. Міне, әр күнің арайланып атсын деймін. Әр күнің пәң жүрмен батсын деймін. Адайлардың әулетіне түскен кел 14 қара домалақ ағайын тапсын деймін. Ісімен жаңа білсе елігіне, одан артық бақыттың керегіне, су тасуға шыққан кезде үйіңізден 9 жыл таласы құдеге шелегіне. Мына сіздің де ел жұртыңыз аман болсын, бейбітшілік осындай заман болсын. Үйіңізге қонаққа бара қалсақ, шұбырған немере шөпшек балаң болсын. Ұл қызыңның рахатын өзің көріп, пенсияңның рахатын құдеге солар көрсін кәдеге. Құрметті халайық, мына қазақ ағайлар сіздерге келіп жатыр. Келген қадамдарына бәріміздің нұр жаусын. Сіздерді осындай тойдан тойға жеткізсін. Жастарымыз бақытты, дәулетті болсын, перзентті болсын. Жаңа Тамаданың айтқан 14 емес 16 болсын. Ақылы шамаларың келсе той беріңдер, Қазақстанның санын көбейтеміз ғой, Құдайға шүкір. Айтқандай мен міне бастан өзім таныстырып өтейін. Мен мына Құдағайдың құдасы боламын. Осы жерде Баршынай деген менің балдың келіншегі, соның қайнағасы боламын. Мен солардың қайтесін алып отырмын да. Сояғына біздер құда-құдағаймыз. Бұлар өскен оңбен жандар. Атамыздың өзі 90-нан өтіп қайтыс болғанда ең болғанда одан кейін мына кісіні шалып, оған біразға келіп жастайын кетігіліп қалды. Ода Алланың сөйтін көбейетін өкештігін. Сондықтан мына кісі бұдан інісі. Бұдан өзі бірек ол кісі келіншегі болар, мына кісі соның Қалдыбайдың келіншегі бұда Құрбанбай деген құдан. Оның ажағында Құрбанбайда. Сізді айтып бермен, сізді таңдырамаймын. Құда болсаң атыңды айтыңды. Жексенбайды. Оның ажағындағы құданың балдары, одан елдегі Қуан деген баласы бар. Мына Құдағайдың аты Базар. Алма деген Құдағайдан кейінгі құданың інісінің келіншегі анау. Оның балдары бар, ерте Жақан мен Наурыз деген олар да келіпті осы жерге. Қалғандары қыздары, Баршынайдан кейін қыз. Анау жағы Қалдыбай деген құдаңдағы Құдағай. Оның ажағында Құдағайдың қызы, күйеу баласы. Аттарын өздерің айтып өте беріңіз балдарды. Бәрімізге бірін қош бере бересіз бе, уақытым көп болды. Онда жастар бақытты болсын дейміз, көп уақыттаңдарын ұғыламыз, атын уақыттаңдары білмей қаяқ. Бәрекелді, енді мына жерде бал уыз құдағайымыз Базар ғой біздің, Ай, бәрекелді. Ал Базар құдағай, мына келінің қадамы құтты болсын. Мына қойшының аяғынан, таяғынан, келінің аяғынан дейді. Осы келініңіз сіздің отбасыңызға құт берген несібе ырысымен барсын деймін. Ешқашан ошағыңызды өсірмесін, түзеуі түтіне шыға берсін деймін. Мына еркек дейді, үйдің құлпы дейді, әйел оның кілті дейді. Ал мына келін дейді, ененің диванда жатып алып басатын пульті деген. Пультіңіз құтты болсын, батарейіңіз отырмасын. Мына келініңіз айтқаныңызды ұға білсін, әрдайым адайлардың көңілінен шыға білсін. Анау тұрылған келіннің құрсағынан небір данышпан мен ғұламалар шыға берсін. Барыс шығылып бұтырлатып жетсеңізден келініңіз аямай апау туа берсін деймін кәнекей. 14 десе мына құда 16 дейді, баяда бір келін айтқан екен дейді, өзі тумағасын айта береді ғой дейді. Құдалар, құдағайлар, осы жерде отырған сол, бәрі құда-құдағай ғой, бәріңізге құтты болсын деймін. Менің қуанышым, сендердің қуанышыңыз. Екі жаққа бақытты болып, сол екі бала ойнап жүрсін. Осындай бағидай қызымызды бағып, үлкейтіп, біздің қолымызға беріп отқан мына құдағайымызға рахмет көп-көп, ағаларына бәрінің. Енді көп сөйлермін, ертіп, мына тойларымыз тойға ұласа берсін. Бәріміздің үйімізде осындай той болсын. Сол өмірлі шүбірлі болып, мына екі баламыз бақытты болып жүре берсін. Ойнап күліп.
Бәрекелді. Апа, негізі құдағайдың көп сөйлемеген де жақсы, бір жағынан. Пайдасы бар. Ал енді міне әрқашанда міне ата мен келін бір-біріне жақын болады ғой. Тату болады. Өткен неге екеуі бір адамнан зардап шегетін адамдар ғой. Мына жерде енді міне атасы бар екен, есіміз кім бұл? Құрбанбай аға. Атасы інісі атасы болады ғой ол. Бүгін мына құрегі тойыңыз құтты болсын. Той жасадың, аға халқың жиылды. Өлеңменен көрсетейін сыйымды. Адайдың келжебек атты ұлына Шемекейдің Бағила қызы бұйырды. Ақын едім тойға келіп жырлаған. Ағайынға алғысын көп тыңдаған. Тәмерестей патшайым болып бір қызың, Дінмұхамед Қонаев сияқты ел басқасы Құдеке бір балаң деймін. Мына бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Осы мінеге Бағила мен Кенжебектен туған бір балдарыңыз әкім болсын. Ел халқына бір табан жақын болсын, бір балдарыңыз Абайдай әкім болсын, бір балдарыңыз Мұқағалидей ақын болсын, бір балдарыңыз елін жерін қорғайтын Бауыржан Момышұлы сияқты жау жүрек батыр болсын. Ең жаманы жиреншедей шешем болсын, көсем болсын, тілімен қаратас тесер болсын, епті болсын, текті болсын, елдің малын емес қамын жейтін азамат болсын ғана деймін. Құрметті құдағилар, мына бізге мына қырда Бағиламызды өсіріп, өндіріп, бізге табыстағандарыңа көп рахмет. Мына тойларың, елбасы тойларың құтты болсын. Мына енді мына екі жас бақытты болып, сіздерге жамандан көрсетпей, абыроймен сендерге жақсы ата әкелсін. Басқа не деймін? Ал Бағила, невеста қыз. Ал Кенжебек, құтты болсын қасында телешкаңыз. Міне ата ене адайлар қызмет жасап жүрсең риза болады анау тұрған енешкаңыз деп кәне кейін. Апа. Сәлеметсіздер ме жиналған қауым. Бүгінгі міне Құдай қосып, құда болып жатырмыз, құдалықтарымыз мың жылдық болсын. Мына себепші екі бала бақытты болсын, бақыттары баянды болсын, түптері бір бұтақтары мың болып өсіп өнсін. Әрқашанда осы алтын көпір ортаға салған көпіріміз аман болып, осы көпір ешқашанда тозбасын, көпіріміз мәңгілік болсын деймін. Ал енді құдағи деймін ба, менің төркін жағым Шөмекейдің қызы ғой. Ал мына құтты болсын құдайларың, Құдай бала шағаңның амандығын тілеймін. Ендігі жағында осы балдарының қызығына, жолдасын көрмеген қызықтарды әрқашанда өзің көр. Әрқашан бала шағаң биіктерден көрініп, осындай жақсы артақ абыройменен, осындай жаман емес, Құдайға шүкір, бәріміз де келін алдық, қыз ұзаттық, жамандығын көрген жоқ. Мына Бағила сол келіндердің атын қуып, тастай батып, судай сіңсін бізге өлекке, бақ болсын, бақ топ болсын, бақтары баянды болсын енді. Әрқашанда бірге осы қызықтарды тойлап жүрейік. Бәрекелді, ал апа, мінекей балдардың бақыты болсын. Ең бірінші. Бізде тек қана дәнекерміз осы кісілерге. Міне құрметті ағайындар, бағанадан бері небір ақ тілектердің бәрі айтылып жатыр. Мынау жүрек қазан тіл ожау дейді. Сол себепті тек қана мінекей біздің қызымыздың білмейтін жері болса үйретіңіздер. Ешкім аспаннан салбырап түспейді. Мына келін жаман емес, түскен жері жаман деген. Мына тәрбиелеу керек. Ұрпақты өсіруіміз керек, өндіруіміз керек, құрметті ағайындар. Сол себепті мінекей Бағила келіндеріңіз сіздерге құт болсын. Әрқашанда ауызбіршілік болсын. Ал айналайын Бағила, мына көктемде көңілің көл болсын, сезімдер шалқып сел болсын. Қосағыңмен қосағар, демегің жұрттан кем болдым. Кенжебекпен қосылып, бір рулы ел болғың. Уайымдама Бағила, Кухня деген офистің директоры сен болдың деп кәнекемдеге барған жеген құтты болсын. Енді мына құтты болсын енді осы отбасың. Осында енді бердісі осы отбасына мәңгілік тұрасың. Анау қасында Құдай қосқан қосағың Кенжебектің баласында туасың, кір қолыңда жуасың, қыздай болып кіресің, кемпір болып шығасың деп мінеге. Ал құрметті құда-құдағилар, мына бүгінгі сый құрметтеріңізге Алла разы болсын, көп рахмет. Төрлеріңізден орын беріп жатсыздар. Біздің келіміз Бағименен інім Кенжетайды төрлеріңізге отырғызып, ерекше құрмет жасап жатсыздар. Бәрі үшін көп рахмет. Не дейміз, бұл жерде себепші осы екі жас қалаудағы сіздің мына ниетіңізге Алла тағала көңіліңізге берсін. Тойларыңыз тойға ұласын, екі бала бақытты болсын. Арамыз, ауызбіршілігіміз мықты болып, не дейді, алтын көпіріміз ұзағынан болсын.
осы 2 жастың балалы болып, басқа да жаңа баласының тойларына бірге қатысайық. Әуелі Құдай деп айтайық. Бәрекелді, біздер енді құрметті ағайын, анау болмай қалды, мынау болмай қалды дейміз ғой, пенде болып, тағдырдың жазуы. Жазымыздан өзіміз жоқ. Әбілқасым тірі болғанда мұндай болатын еді. Аллаға да жақсы адам керек деген құрметті ағайындар. Тек мінеке артына ұрпағына берсін деймін. Осы Әбілқасым бауырымның жатқан жерін жайлы қылсын, көре алмай кеткен қызығын сіздер мен біздерге берсін де құрметті ағайындар. Мына кеткенде ажалдың сен уылсын да құтқарып қалмайды, ағайынның туысың да, ешкімге бас имеген ғазиз басың шірейді қара жердің қуысында деген. Сол себепті мінеке алдымен апталсарда көрінмейлі, өлгендер байгедей болып бөлінбейді, төбесі көк тіреген таудың өзі түн ішінде биік болып көрінбейді дейді. Сол себепті міне 5 күндік жалған өмірде қамшының сауында тек қана сыйласайық құрметті ағайындар. Мынау Кенжебек ұлдарыңыз бағиладай аппақ келінді алақанды аяласын, барын ешқашан Кенжебек бағиладан ештемесін аямасын, күнде келіп жаным менің Құдай қосқан қосағым деп Кенжебек аппақ келіндеріңді мазаласын. Сол бағиланы мазалаған Кенжебекті Алла тағалам кем дегенде 10 баламен жазаласын. Айтқанымды келіншегін құба көрсін, батпан бағы басында тұра берсін, мынау түсіріп жатқан бағилатты келіндерін жыл сайын 200 жылдан туа берсін. Мынау тұрған құдағиымның алақаны ойылғанша жаялықты жуа берсін, өсірген ұрпағыңыз ұлықты болып, ол адайлар қызметін сендерге қыла берсін. Көре алмай үшкейген дұшпандарың қызғаныштың қызынан құлап өлсін, осы айтқанымды қабыл болсын дегендер аямай шапалағын ұра берсін. Бүгін сіздермен бір танысып келіп жатырмыз енді. Бүгінгі салған алтын көпіріміз құтты болсын. Екі жас бақыт болсын, құдамызға жолы болсын. Құдағидің құдағиы дейді, сізге беріп жатыр, келіңіз. Ассалаумағалейкум, тойшы қауым. Тойларын той қыласыз, міне қосылып жатқан 2 жас бақытты болсын. Қосағы мен қосағасын апа сіздерге бұйырсын. Күшілігі. Бай міне осы балалар қосылып 2 жақтың алтын көпір салып жатыр. Көпір мәңгі болсын. Бәріңіз үйінде жақсылық той болсын. Осындай тойда кездескейміз. Ал келесі ақ тілекте мінеке Назыгүл құдағи өзіңізге береміз. Бұныңда тойыңыз құтты болсын. Бар жақсылық жүрегіңізге сыйып жүрсін. Көрген жан Назыгүлдей құдағиға басын иіп жүрсін. Мынау тұрған Назыгүлдің жасы 100-ге жеткенше қолаң шашын төбесіне тиіп жүрсін кәдеге. Әлемді тойшы қауым, барлығымыздың алыстан жақыннан, ойдан, қырдан барлығымыздың басымызды біріктіріп, қауыштырып, танысып, білісіп жатырмыз ғой. Соның басты себебі мына 2 жас Кенжебай мен Бағиланың бас қосу тойы Алланың бұйрығымен, тағдырдың жазуымен 2 жас бас қосқан екен. Бақытты болсын деймін. Мен өзім мына Базар апаның үлкен баласы бар, 30-ға келгенде қайтыс болып кетті. Сол баласының қызын алып отырмын, құдағай боламын. Ал енді айтатыным, мына 2 жас құдағайлар шақырып атқан, төрге шақырып, отырғызып, сыйлап атқандарыңыз құтты болсын деймін. Ауыз бірлік болсын, барлық жағдайда. 2 жақ ауыз бірлікті болса, 2 жаста бақытты болады. Балдардың балалығы, шалалығы болады әрине. Соның жақсысын біздер асырып, жаманын жасырайық. 2 жас бақытты болсын. Бағила өзіме ұнады, білмеймін. Уәдемде тұрам деген сөзін өзі біледі Бағила. Сол сөзінен бастап Бағила үйге келген кезде, мен өзім айтқанмын апаға. Бағила өзі текті жерден шыққан қыз екенін дәлелдеді деп. Бағила, сенен көп үміт күтеміз біздер. Айналайын, бақытты болыңдар, өбірлі, шүбірлі болыңдар. Мына Кенжебай баламыз да жақсы. Той құтты болсын деймін. Рахмет. Ал құрметті ағайындар, мінеке қарсы келмей Алланың әміріне, тірісінде жат атаңның қадіріне,
Өлгеннен соң бәрі де кеш болады, алтын сарай тұрғызсаң да қабіріне дейді. Қалдыбайдағы да. Келіңіз, келіңіз. Өзіме ұқсайды деп беріп жатырмыз, келіңіз. Я қалғанымыз қосыламыз деп тұр. Келіңіз, айтыңыздар. Құдалар, тойларыңыз құтты болсын. Екі ортаға салатын алтын көпір құтты болсын. Қалын ағашы басыңа қондырған бағың жақсы болсын, құтты болсын. Бақытты болыңдар, екі жас бақытты болсын. Ал енді міне бағила келіндеріңіз ата ененің алдынан кесіп өтпейтін, үлкеннің атын атамайтын инабатты ибал келін болсын. Мына баяғыда дейді, бір жас келінмен атасы қара шайды шай ішіп отқан ғой. Сөйтсе анда керегенің арасына үйге жылан кіріп кетті. Содан шай құйып отқан келін шошып кетіп, орнынан атып тұрып, жылан деп айтайын десе, атасына жыланбай екен. Айта алмайды қасқа. Содан сыртқа шығып жүгіріп шықса, екі қайнағасы келіп аттан түсіп, кермеге атын байлап жатыр екен. Сөйтсе бір қайнағасының аты Балтабай, бір қайнағасының аты Балғабай екен. Қайнағасына жүгіріп барып айтады дейді, мына қағатымен шабатын үйге кірді шағатын деп. Сол сияқты міне құрметті ағайындар, бұрын ата әжелеріміз неге ешқашан неге күйеуінің атын атамаған. Мына күйеуінің атын атамаған келіншек бай болады дейді. Оны білетін шығарсыздар. Сол себептен міне құрметті ағайындар, тек қана осы ағайын туысты сыйлап жүретін болайық. Апатай, бүгін мына тойыңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Енді пәлен жаса деп айтпаймын, Алланың берген ғұмырын кешіңіз. Міне қуаныштан марқаюды, әдемі қартаюды, осы Кенжебекпен Бағиладың туған немере шөпшенің қасында Алла тағала жантаюды сізге жазсын кәнекей. Ал бәрімізді жақсылап суретке түсіп алайық. Суретке түсіп алайық, жақындарыңыздар. Allah
тамаша билеп жатсыздар да. Kerem'e tamaşa biledik size.